Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен цветная капустадан ас әзірлейтін боламыз. Бұл тамақ асқазанға өте жеңіл, калориясы аз, сондықтан кешкі асқа идеально. Тез қорытылатын тамақ. Мен запеканканың қасына тойымды болсын деп гречкадан гарнир жасап сұндым. Алдымен түрлі түсті орамжапырақты қайнап тұрған суға саламыз. Тұз салып, су қайта қайнаған соң қақпағын жауып, орамжапырақты 5-6 минутқа бұқтырып аламыз. Содан кейін орамжапырақты суық суға салып, суын төгеміз. Енді пиязды қуырып, үстінен тартылған етті саламыз. Еттің бір жағы қуырылған соң, тұз және дәмдеуіштерді салып араластырамын. Бізге етті шала қуырып алу керек. Ірімшікті үкіштің ірі көзінен өткізіп аламыз. Содан кейін 2 маринадталған қиярды да артынша өткіземіз. Және үкіштің ұсақ көзінен сарымсақты да өткізіп қоямыз. Менде қызанақ осындай ұсақ болды, сондықтан 3-4 алдым. Егер орташа болса, 2 данасы да жетеді. Жалпы жазды күндері аса ауыр тағам көп тұтына алмаймыз. Сондай кездері осындай түрлі түсті орамжапырақтан тағамдар әзірлеп көріңіз. Рецепт ұнап жатса, видеоға лайк басып қолдап қойыңыз. Пісіретін таваның астын майлап, орамжапырақты саламыз. Оның үстінен үкіштен өткізілген қиярды, шала қуырылған етті, қызанақты тізіп қоямыз. Бетіне жағатын соусын дайындаймыз. Үкіштен өткізілген ірімшікке 2 жұмыртқа, қаймақ салып араластырамыз. Соусты қасықпен бірінші салып аламын, кейін силикон қасықтың көмегімен тегістеп шығамын. Запеканканы қызып тұрған пеште 200 градуста 30 минутқа қойып пісіріп аламыз. Ерекше жеңіл ас әзірлегіңіз келсе, осы тамақты жасап көріңіз. Өте дәмді, тез қорытылатын тағам. Менімен болғандарыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Айгерім.